Достар, сандықтың тағы да бір ерекшелігі бұл көріністі қараңыздаршы. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Алдарыңызда бізде өзіміздің ұлттық ойынымыз көкпар ойыны бейнеленген. Авторы қазақ мүсіншісі Темірлан Тілес. Автор осы көкпар ойынын бейнелеу арқылы біздің өмірімізді суреттеп жатқан байқай аласыздар. Яғни қазандықта қарасаңыз алтын серкені байқай аласыз. Бұл алтын серке біздің дүниедегі ақша байлық ретінде көрсетілген. Ал мынау бүкіл адамзат осы дүние ақша үшін бір-бірімен таласып жатыр. Біздің өмірімізде тіпті екі туған ағайынды бауырда бір-бірімен дүние ақша үшін ұрсады. Ал кейбіреулер осы ақшаның байлықтың артынан қуамын деп аттан құлағаны секілді дүниеден құлап кеткен, яғни бақи болып кеткен адамдарды көрсетіп отыр. Бірақ біз бұл дүниеде не тапсақ та оның бәрі осы өмірде қалады, яғни байлықтың бәрі иллюзия секілді көзімізге көрінсе де біз оны арғы өмірге өзімізбен бірге алып кете алмаймыз. Яғни көзге көрінеді, бірақ ол біздің қолымызда мәңгі қалатын нәрсе емес. Адамдар осындай иллюзияның, уақытша нәрсенің артынан жүгіреді. Бұл жерде 11 ойыншының ішінен тек қана біреуі ерекшеленіп тұр. Ол өзінің көзқарасымен ерекшеленген ойыншы. Қалған бәрі назары алтында болса, тек қана бір ойыншы өзінің көзқарасын қасиетті Қағбаға қаратып тұр. Бұл адам үшін дүниенің байлығы емес, өзінің ішкі рухани байлығы маңызды. Мәселен, оның атына қарасаңыз, өзінің атын тежеп тоқтатып тұр. Бұл жердегі аты адамның нәпсісі немесе эгосы деп аламыз. Өзінің нәпсісін тоқтата білген адам ол шындыққа қарай алады. Жан-жағында қарасаңыз 11 шұңқырды қазып қойған. Бұл шұңқырлар осы адамдарды күтіп тұрған қабірі, яғни олардың өлімі. Байқасаңыз, ол біреуге жақын, яғни өлім біреуге ертерек келсе, кейбіреуіне кеш келеді. Бұл ойыншыларды біз секілді қай қабірдің кімге тиесілі екенін немесе кімге өлім қашан келетінін білмейді. Тіпті біз мына шұңқырлардың ішіне қарасақ, біз өзіміздің бейнемізді көреміз. Себебі бұл шұңқырға тек 11 ойыншының емес, бүкіл адамзат баласының түсетінін, яки өлімнен ешкім қашып қалмайтынын меңзеп отыр. Ал негізгі беретін түсінігі, біз қазір жалпы көбінесе бірінші орынға приоритетке осы материалдық байлықты қою арқылы ішкі рухани байлығымызды ұмытып кетіп жатамыз. Сол нәрсені бейнелеп отыр. Олардың астарындағы іздер де жай қойылмаған. Бұл жерде 1200 із қойылған. Тұяқтың ізі әрқайсысы бір айды көрсетеді. Яғни 1200 ай деген адамның 100 жылдық ғұмыры. Бізге берген Құдайдың 100 жылдық ғұмырын біз қазір көбінесе тек қана байлықтың айналасында ғана өткізіп жатырмыз деген түсінік. Бұл жерде ойыншылар қоладан жасалған, іздері күмістен жасатылған, ал серке таза алтын жалатылған. Мрамор итальяндық мрамор болып саналады. Бұл паноның жасалуына 8 айдан аса уақыт кеткен. 2023 жылы Санкт-Петербургта Эрата музейінде выставкаға қойылған. Мұнда былай қарасам, өзіңді көресің ғой, былай қарасам. Өзімізді көреміз. Рахмет.